Сәлем балақайым, бүгін біздер математика пәнінен есептер шығаруды жалғастырамыз. 73-ші сабақ есептер шығару. Берілген тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Биылғы жылы Нұр-Сұлтанда 5 мектеп, ал облыстарда 3 мектеп салынды. Барлығы неше мектеп салынды? Керек есептер қарастыр дейді. Астында қысқаша жазылуы берілген. Осыны толтырайық және сызбалардың біреуін толтырып шешуін жазуымыз қажет. Есептің қысқаша жазылуы: Нұр-Сұлтанда облыстарда, облыс деп жазып қояйық, облыстарда үш мектеп. Барлығы белгісіз, кәне сызбаның біреуін толтырайық, мынаны толтырайық. Бірінші 5, бұл Нұр-Сұлтан қаласында салыну керек мектеп саны, және қалған облыстарда 3. Бізге барлығын тап деп тұр. Біз барлығын табу үшін 5-ке қосамыз 3-ті, тең болады 8. Сонда жауабы барлығы 8 мектеп салынды. Есеп құрастыр дейтін болсақ, барлығы 8 мектеп Нұр-Сұлтанда мектеп, облыстарда белгісіз. Біздер табу үшін барлығынан азайтамыз. Нұр-Сұлтандағы салынған мектеп санын 8 азайтылған 5 тең болады 3-ке. Жауабы облыстарда 3 мектеп салынды. 3 мектеп деп қояйық. Келесі тапсырма. Амалдардың белгісіз компоненттерін ата және жаз. Тосыңнан тексеруін сұра. Бұл қосылғыш, бұл жерде де қосылғыш, бұл қосындының мәні. Бұны табу үшін 9-тан 6-ны азайтамыз. Тең болады 3-ке. Келесі қосылғыш, қосындының мәні. 10-нан азайтамыз 5-ті. Тең болады 5-ке. Келесі қосылғыш, қосындының мәні. 9-тан азайтамыз 8-ті. Тең болады 1-ге. Келесі азайтқыш, айырманың мәні. Оны табу үшін 10-нан 9-ті азайтамыз 1. Келесі қосылғыш, қосындының мәні. 80 азайту 20 тең 60-ға. Азайтқыш, айырманың мәні. 80-нен азайтамыз 30-ті тең 50-ге. Келесі азайтқыш, айырманың мәні. Азайтқышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз 10. 6 қосылған 4 тең 10. Келесі азайтқыш, айырманың мәні. 90 азайтылған 10 тең 80-ге. Келесі азайтқыш, айырманың мәні. Оны табу үшін 80-ге қосамыз 10-ды. Тең 90. Келесі тапсырма. Есепке сәйкес қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңда. Оны шығар. Қалада 50 гүлзар болды.
30 гүлзар суарылды. Суарылмаған неше гүлзар қалды? Болды. 50 гүлзар суарылды. 30 қалды белгісіз. Бұған бірінші сызба сәйкес келеді. Осы бойынша есепті шығарамыз. Болды. 50 гүлзар суарылды. 30 гүлзар қалды белгісіз. Қалғанын табу үшін біздер барлығынан болған гүлзардан суарылған гүлзарды азайтамыз. Сонда шешу 50 азайтылған 30 тең болады 20. Жауабы 20 гүлзар. Келесі тапсырма. Саяхаттан оралған балалар фотосуреттерге арнап жақтау дайындамақшы болды. Бір жақтауға неше сантиметр тақтайша кетеді? Оны табу үшін біздер алдымен тақтайшалардың ұзындығын біліп аламыз. Ұзындығы 20 сантиметрден 2 тақтайша керек. Және 10 сантиметрден, ені 10 сантиметрден болатын 2 тақтайша қажет. Біздер барлығын табу үшін бұларды бір-біріне қосамыз. Сонда 20 қосылған 20 қосылған 10 қосылған 10 тең болады. 20-ға 20 қосамыз 40. 40-қа 10 қосамыз 50. 50-ге 10 қосамыз 60. Сонда бізге 60 сантиметр тақтайша қажет болады. Келесі, сен зерттеушісің. Үйшіктерде 4 бұрыш, дөңгелек, 3 бұрыш тұрады. 3 бұрыш пен дөңгелек үлкен терезесі бар үйшіктерде, ал дөңгелек пен 4 бұрыш биік шатыры бар үйшіктерде тұрады. Әр фигура қандай үйшіктерде тұрады? Қане? Топ көрейік. 3 бұрыш пен дөңгелек терезесі бар үлкен терезе, яғни міне, және екіншісі бұл. Дөңгелек пен шаршы тік 4 бұрыш, 4 бұрыш биік шатыры бар үйшіктерде тұрады. Яғни міне 2 биік шатырлы. Бұл жерде бізде дөңгелек тұрады. Өйткені ол үлкен терезесі бар және биік шатырлы үйде тұрады. 3 бұрыш осы үйшікте тұрады, себебі ол терезесі үлкен деді бізге. Және бұда 4 бұрыш тұрады екен. Есептердің шығару жолы оңай және түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.